Sırap koy. Hoş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamlar bir ayelden 4 nersesine karab uylanettirdi. Samat. 4 nerseye karab. Birincisi sululuğu. İkincisi tektiligi. Yani akeşesine karab. Üçüncüsü baylığı. Akesine karab. Dördüncüsü imandılığı dedi. Biz bunu bir 1000 degan sanмен düşünетін bolsak, nölдің birincisi ademligi, ikincisi tektiligi, üçüncüsü baylığı. İman bizde mаңызды bir болады. Birді алып тастасақ, ешқандай бізге пайдасы болмайды. Мынандай мәселе. Biz bir kızdı imandılığı için alатын bolsak, iki dünyada baqatқа кенелеміз. Егер sululuğu için aldık, aradan 15 yıl öttü. Sululuğu kalmadı. Sonda biz үйленген maksat to'xtab kaldı. Sonda mına alıngan jarga talaq berilip, başka bir jar alыну керек pa? Бұл bir. Байлық. Үйлөнгенден кейін ол kыздың байлығы sizге nasip болмады, әкесі бермеді. Ол мәселеде кетіп қалды. Тектілігі. Тектіліктің маңыздылығы ислам дінінде былай келтіріледі. Некемен туылғандардың барлығы текті болады. Дұрыстама? Некемен туылғанның барлығы бізде текті болып есептелінеді. Соның үшін бұл шарт болмайды. Biz erkekler немесе біздің қыздарымыз әйелдер дұға қылған уақытта үйленгенде бұлай дұға қылынады. Allah'ım mаған salihалы жар нәсіп ет, немесе салих жар нәсіп ет. Егер әйел еркек үшін дұға қылып жатқан болса, отбасын бағатын, менің көңіліме қарайтын, Құдайдан қорқатын, құл ақысын білетін бір жар нәсіп ет деп. Еркек те әйел де осылай дұға қылады. Неге біз әдемі болсын деп дұға қылмаймыз? Бәрібір кездесуге шығатын кезде біз нәпсімізбен шығамыз кездесуге. Сүйретін көреміз, әдемі емес екен дейміз, кездесуге шықпай қоя саламыз. Сүйретін көреміз, әдемі екен дейміз, кездесуге шыға саламыз. Соның үшін әдемілік бізде дұға болып сұралмайды. Дұғада сол адамның ішкі табиғатының сұлулығы сұралады. Құдайдан қорқатын болса бір құл. Құдайдан қорса абылай. Кімнің кімге пайдасы бар? Біріншісі, Құдайдан қорққан бір адам әйелін ұрмайды. Құдайдан қорққан біреу аманатқа қиянат жасамайды. Қыз болсын, еркек болсын. Құдайдан қорққан бір әйел баласына ислами тәрбие беруге тырысады, ғайбат айтпайды. Құдайдан қорққан еркек отбасын бағуға, отбасының, әйелінің, бала-шағасының тұрақты түрде күнделікті нәпақасын табуға тырысады. Қазір мысалы үйленейін деп жатқан болатын болсақ, біздің істейтін дұғамыз, қадірменді жамағат, Аллахым бізге өзіңнен қорқатын, өзіңнің бұйрықтарыңа амал ететін, және де сенің салған, қойған тыйымдарыңнан ұзақ тұратын бір жар нәсіп етеміз. Болды. Қалған Аллах тағала бізге шығарып қояды. Егер істей алсақ. Ал истихара деген мәселе бар. Истихара деген не? Бізге екі текті отбасының, екі жақсы отбасының қызы көрсетілді. Екеуден де, мысалы біз ойладық, қария қыз болсын дедік. Екі отбасыдағы да қыз қария. Әдеміден келген болсын дедік, екі отбасыдағы да қыз әдемі. Енді біз қайсысын таңдауды білмей қалдық. Бұл уақытта истихара деген намаз оқылады. Яғни, екі жақсының қайсысын таңдауым керек деп Аллах тағалаға біз не қыламыз? Сәжде қыламыз. Аллахым дейміз, 2 рәкат намазымызды оқимыз, маған хайырлысын түсімді көрсет дейміз. Ұйықтаймыз. Аллах тағала біздің түсінетіміз бір белгі жібереді. Пәленші немесе түгенші дейді. Біз сол белгіден өзіміз не аламыз? Бір болжаймыз. Олай болса мен түс көрдім, мынандай мәселе болды, мына маған хайырлы. Сол секілді екі жұмыс бар. Екі түрлі бизнес. Біреуінде ұн сатып жатырмыз, біреуінде мақта сатып жатырмыз. Қайсысын істеймін? Екеуіне бірде ақша салсам, ақшам жетпейді. Біреуіне салсам, қайсысына салуымды білмей жатырмын толығымен. Истихара намазымызды оқимыз, 2 рәкат. Аллах тағаладан дұға қыламыз. Аллахым, түсімде маған қайсысының хайырлы екенін көрсет дейміз. Түсімізде бізге бір белгі беріледі. Тұрамыз да мақтан немесе онды істеп кете береміз. Бұл біздегі үйленудегі таңдау жасай алмай қалған тағдырдағы мәселеміз болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахаба-ы кирамнан сұрады:
Үйлендің ба деді. Яғни атастырылдың ба деді. Атастырылдым деді. Көріп алдың ба дегенде, жоқ, көріп алмадым деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Унзур илайха» деп бұйырды. Кездесілетін уақытта әйел адамды көр деді. Сіздерге бір менің басымнан өткен, яғни сөйлесіп өткен бір оқиғаны айтып берейік. Мехруллах деген Афғанстанның бір жігіті бар еді. Университетте оқып жүрген уақытта. Үйлену, отбасы құру деген тақырыптарда ислами тұрғыдан талқылап отырған уақытта сендердің үйленулерің мен біздің үйленуіміз екі түрлі деді Афған жігіт. Қалай сонда деді. Бізде бір жігіт үйлену үшін Қазақстанның ақшасымен қысаптағанда 5 миллион теңгесі нақты тұру керек деді. Қалың мал. Екінші, қызбен кездесу деген біздің ұғымымызда жоқ деді. Мен үйленем деп айтамын. Анам және әпкелерім, жеңгелерім келін іздеуге шығады. Кімнің күйеуге тиетін қыздары бар. Екі үй болса, екі үйдің есігі тақылданып кіреді. Бойжеткен қыздарыңыз бар ма? Бар. Көрсек бола ма? Болады. Әйелдер көреді. Қызды көреді. Болды, осын біз көрдік, баламызға айтайық. Үйге барады қайтып. Жаңағы бала тұрған жерде. Көріпкездерім қыз бар ма? Бар. Мына адам анасының, әпкесінің, қарындасының түсіндіргені бойынша ол сол қызды бүйтіп елестетеді. Барған қызымыз ұзын бойлы екен, келбеті келіскен екен, сөзі мынандай екен, мінезі мынандай екен, ақ екен, қара екен дейді. Сонда бала бол, мына мен алам дейді. Тағы кездестірілмейді. Екеуін атастырады екен. Бір-бірін әлі көрген жоқ. Неке қиылады. Неке қиылғаннан кейін екеуі өзінің арнайы бөлмесіне кіргеннен бұрын айнамен екеуіне бір-біріне көрсетеді деген. Суретте көрсетілмейді арада. Айнаны бүйтіп қояды, мынау сенің күйеуің, мынау сенің әйелің. Ішке келгенде адасып қалма дейді. Қараңыздар да, ислам дінінде бүйтіп қиындату деген жоқ, қадірлі жамағат. Әйелді некеге дейін көрмей. Пайғамбарымыз не деп бұйырды? Унзур илайха. Унзур, қара. Илайха. Ха, әйелге қара. Қай әйелге? Сен бір әйелмен үйленгің келіп тұр ма? Вариант шықты ма? Шақырасында мына әйелге қарайсың. Ұнады ма саған бет әлпеті? Ұнады. Енді отырып сөйлесесің. Сіздің атыңыз кім? Не ұнайды? Сіз үшін ислам діні деген не? Мен болашақта әке-шешеммен тұрамын. Әке-шешеме қызмет етесіз ба? Балдарымызға тәрбие беруге боласыз ба? Менің шарттарым болай. Маған күйеуге тисеңіз, орамал тағасыз, Құдайдан қорқасыз, бірге намаз оқуыңыз керек. Біз ертең бірге отбасы болып жатса, мен дүниеде емес, ақыретте де өзіме жар болатын бір қыз іздеп жүрмін деген сияқты тақырып айтылады. Түсінді ма? Ислам дінінде кездесу деген бар, бірақ шарты. Қыз, әйел адамның кездесу келген қыз баланың жанында махрамы болады. Махрам дегеніміз Ниса сүресінің 23-ші аятында, Алихан, кімнің кімге махрам екені айтылып қойған. Махрам дегеніміз сол қыздың әпкесі болуы мүмкін, ағасы, інісі, осылардың барлығы махрам болып есептелінеді. Қызбен бірге келу керек. Мынау көрініс дейді, ол үй түсіндірейін жігіттер. Қызбен бала кездесуге шығу керек. Бала келді, ресторанда отыр. Қыз да келді. Қыздың махрамының, бала мен қыздың, кездесатқан қыздың столында отыру шарт емес. Жанында отырса болады, ұзақта да отырса болады. Бірақ мәселе екеуі көрініп тұру керек. Егер қыз бен ол үйленуден бұрын үйде кездесетін болса, есік ашық тұру керек. Екеуінің не істеп жатқанынан естіп тұратындай деңгейде ана жерде адам отыру керек. Неге? Исламның шарты осы. Үйлену ниетімен бір бала 3 рет 4 рет, бір қызда 4 рет 5 рет кездессе бола береді. Бұл жерде ешқандай бір шектеу жоқ. Түсінді ма? Бірақ үйлену ниетімен кездесу керек. Бір қызды көрейін, жоқ. Біздің дінімізде бір еркек қызбен қай уақытта сөйлеседі, үйлену ниеті болған уақытта сөйлеседі, және де қыздың бір махрам болады. Түсінді ма? Жаңа айтып өттік, сұлулығы үшін адам үйленбейді. Біз иманды деп дұға қыламыз, бәрібір бізге келген суреттерге, сұлуына, нәпсімізге ұнайтынын аламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйлену менің сүннетім деді. Кім үйленсе бірінші иманның жартысын толтырады деді. Иманның жартысы неге толады? Біздің нәпсіміз бар. Нәпсіміздің жартысынан көбі шахватпен толып тұрады. Яғни бір сезім.
Бұл сезім не? Қыдыру, қыз ойнаққа бару, түнгі клубта болады. Яғни бір іштегі сезім сені оталтырып тұратын. Осы нәрсені әйелден тоқтатып қояды. Үйленсе бір адам, мысалы, қазір бізде тамақ бар, ас тұр, палау тұр. Біз қазір палауға той басақ үйде, сыртқа шықсақ, бір бала келіп, жүріңдер, сендерге бір көшеде мощный жерге бар, палау алып береміз, барамыз ба? Қарныңыз тоқ, бармайсыз. Барғанда да бір қасық жеуге шамаңыз келмейді. Неге? Сіздің үйде қарныңыз тойып шыққан. Үйленген адам да солай. Егер үйленсе, түнде еркек әйелге, әйел еркекке ақысын берсе, екеуі бір-бірін сүйіп қосылған болса, екеуі бір-бірінен разы болса, ол әйелдің көзі көшеде, немесе еркектің көзі көшеде болмайды. Осының үшін үйленген адамның иманының жартысы толады деп айтады. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: мен қиямет күнінде үмметімнің көптігімен мақтанамын деді. Ойла, 6-7 баланың әкесі болсақ, біз пайғамбарымыздың қиямет күнінде қуануына себепші болып қалады екенбіз. Ойлаңызда да біздің арқамыздан пайғамбарымыз күліп отыр. Пәленше деген үмметім бар еді, соның арқасынан мен арқамда қуанып отыр десе, қалай болады? Бүгінгі үйлену мәселесін айтып жатқанымыз, қадірлі жамағат, бүгінгі мәселеміздің негізі зина мен некенің арасындағы айырмашылық, пайдалары және зияндары болып қалады. Жахилия дәуірінде ислам діні келмей тұрып, 571-ден 618 жылға дейінгі уақытта, қадірлі жамағат, не болды? Зина деген нәрсенің харам ба, халал ма екені ешкімге қызық емес еді. Қалағанымен бірге болады. Құмар ойналына береді. Барлық нәрсе бола береді. Ешкім әңгіме етпейді. Некеде мынандай неке бар еді. Мутаа деген неке бар еді. Қалай бұл неке? Уақытша неке. Бір ақшаға келісіледі, сен менің 2 апта әйелім боласың. Ақша беріледі, 2 апта бірге болады. 2 аптаның уақыты өткенде, ол оның әйелі емес, мынау күйеуі емес болады. Осындай некелер болады, субханалла. Ислам діні келді, уақытша неке дегенді тоқтатып тастады. Себебі уақытша некенің зияны не? Бұны айтып өтейік. Сонда 9 айда бір әйел 7-8 адаммен үйленсе, ол әйел көтеріп қойса, туылған баланың нәсәбі, тегі кім болады? Қай руға жатады? Қай адамнан болады? Яғни, баланың нәсәбі шатасып кетеді. Әйел адамның қадір құрметі қалмайды. Түсінікті ма? Өзіне сыйы қалмайды. Ислам діні келгеннен кейін зина харам болды. Зина аятын талқылап өтейік. Исра сүресінің 32-ші аятында Аллах тағала Құр'ан-ы Кәримде астағфирулла «Вала тақрабуз зина» зинаға жақындамаңдар деді. Бұлай оқып көрейік. Егер Аллах тағала зина істемеңдер десе не істейтін едік? Зинаға алып баратын бүкіл нәрсеге жақындайтын едік. Қызбен жүретін едік, қол ұстасатын едік. Қатты отырып, атташене қылатын едік. Сүйі болатын едік. Неге? Айтатын едік. Аятта зинаға жолама деп айтқан жоқ. Зинаға жақындама деп айтты деп, біздің нәпсіміз бізді алдайтын еді. Бірақ Аллах тағала дүниедегі бүкіл адамзаттан ақылды. Барлық нәрсені білуші. Не деді? «Вала тақрабуз зина» зинаға жоламаңдар деді. «Иннаху фахиша» ол жаман амал. Және де жаман бір жол деді. Зинаға жоламау деген не? Қадірлі жамағат. Біз қолымызбен зина істесек болады ма? Кішісі үлкені болады. Қалай? Өзімізге намахрам болған, яғни некеміз өтетін бір әйелге тисек, қолымызбен зинаға алып баратын бір жолды істеген боламыз. Түсіндіңіз ме? Екінші көз. Көзбен біздің қазақта сөз бар. Қызды күтіп алып шығарып салды деген әңгіме бар. Көзбен. Бұл харам нәрсе. Неге? Көп айтылады. Сенің әпкеңе, анаңа біреу үстіп қарап тұрса, негізі намысы бар адамға бұл ауыр тиетін амал. Бірақ ол біздің әпкеміз, қарындасымыз болмағаннан кейін, біздің иманымыз әлсіз, нәпсіміз күшті болғаннан кейін, ақсылап қараймыз. Және де оның күнә екені бізге білінбейді. Сол сияқты сөзбен. Ислам дінінде намысты бір әйелге жала жабудың үкімі үлкен ауыр 10 күнәнің біреуіне кіреді.
80 рет дөре соғылады. Қалай сонда? Пәленші қыз бар ма дедік. Иә, пәленшімен жүрген екен дедік. Осы айтқан сөзіміз, егер ол істемесе, жала жауы болады. Сонда әкімге барылады. Сонда әкім не дейді? Әд-дәлил алал муддаи. Кім кімге жала жауса, жала жауған дәлел алып келу керек дейді. Дәлелің жоқ болатын болса қолыңда, біреумен сөйлескен туралы запис. Сүйретің жоқ болатын болса, ол жала жауған адамға 80 дүре соғылады. Неге? Ислам дінінде әйелдің қадірі бар. Жала жау ауыр күнә болып саналады. Біз еркектердің арасында бұл әңгіме өте көп. Алла сақтасын. Неше қызға жала жау жібердік. Егер осындай бір қате амал істеп қойған болсақ, білмей, Аллах тағаладан қазір қайта кешірім сұрайық. Және аяқпен де зинаға баратын жолдар болады. Қалай? Біз түнгі клубтарға, жинақ жерлерге, вечерлерге, туылған күндерге қалай барамыз? Аяғымызбен барамыз. Аяқ алып барады. Ертең қара, қиямет күнінде екенбіз. Еркеудан, қиямет күнінде. Мен істемедім дейді екенбіз. Сен пәлен күні, пәлен сағатта мына күнәні істедің. Мен істемедім ол күнәні. Сонда сол күнәні істеген ағзамыз айтады екен. Өтірік сөйлеп жатыр. Мен қаламасам да, менімен ол осы амалды істеді дейді екен. Неше күнә істеп тастадық. Тәубе етпеген болсақ бар ма мені? Ойлаңызда әке-шешеңіз қарап тұр қиямет күні. Туған туысқандар қарап тұр. Таразға тартылып жатыр. Барлығы бізді дүниеде не деп ойлады? Ғалым. Не деп ойлады? Иманды. Не деп ойлады? Құдайдан қорқатын момын адам деді. Бірақ қиямет күніне келдік, көзіміз айтты. Харамға қарап қойды. Аяғымыз айтты. Зинаханаға барды. Қолымыз айтты, мынандай. Құлағымыз айтты. Телефонмен намахрам қыздармен сөйлесті. Біреуді ғайбаттады. Міне, ағзаларымыз осыны айтады. Бізге дұшпанның керегі жоқ. Осы нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жабраил амин келді. Ей Алланың елшісі, сүйекті пайғамбар, Аллах тағаладан саған сүйінші. Қиямет күні сен үмметіңе шапағатшы бола аласың деді. Бізге, біз күнәһар үмметіне пайғамбарымыз шапағатшы болады. Не үшін шапағатшы болады білесіздер ме? Біздің сауабымыз жетпей қалса қиямет күні жәннатқа түсуге, сол уақытта пайғамбарымыздың шапағаты керек болады. Жетпей қалды. Мынау қазір рассрочка кредит деген мәселе бар. 10 мың теңге жетпей тұр деген әңгіме бар ғой. Сол 10 мың теңге байқасаңыздар ешкімнен шықпайды. Көкеңнен шықпайды, жәкеңнен шықпайды, мәкеңнен шықпайды, әкеңнен ешкімнен шықпайды. Бұл қиямет күнінде сондай да. Сауап беріп тұр дейтін адам жоқ жаныңда. Тек нәрсе пайғамбардың шапағаты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрайды. Қиямет күні, мен үмметімді қалай танимын? Мен Абу Бәкірді танимын, Омарды танимын, Мұсабты танимын. Қалғандарын қалай танимын деген уақытта дәрет алған ағзаларынан танисың дейді. Дәрет алған ағзалар. Біздің дәрет алған ағзаларымыз не? Аузу билlah, астағфиру билlah. Я айюхаллазина аману, иза қумтум иля салати, фағсилу вуджухакум ва айдиякум иля марафиқи, вамсаху бируусикум ва арджулакум иля кәбейн. Ей иман еткендер, намазға тұра келгендеріңде, беттеріңді толық жуыңдар. Қолды шынтақпен қоса жуыңдар. Басқа мәсех тартыңдар, аяқты тобыққа дейін жуыңдар деді. Біз фиқ тақырыбында әлі намазға өткен жоқпыз. Әлі дәреттеміз. Және де біз шапағатқа ие болу үшін ең аз не істеуіміз керек екен? Дәрет алуымыз керек. Егер біз күнде 5 уақыт намазға дәрет алған болсақ, қиямет күнде осы жерлеріміз ағарып жылтырап тұрады. Пайғамбарымыз бізді таниды дегенде, міне, менің үмметім, сендерге шапағат еттім дейді екен. Аллахтан шапағат сұрадым дейді. Сонда пайғамбарымыз біздің қазір сұрағымыз келіп жатқан нәрсені сұрайды. Егер намаз оқымаған үмметім болсашы, дәрет алмаған үмметім болсашы, оларды мен қалай танимын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жабраил амин, олар тани алмайсың дейді. Бұл біз не түсіндік бұл хадис шарифтен?
тек қана ла илаха иллаллах деп, менің жүрегім таза деп, намаз оқымаған, Құдайдан қорқпаған, аманатқа қарамаған, сөзінде тұрмаған, зинаға жолаған, ла тақрабу зина деген аяттан ұзақ тұрмаған бүкіл адамдардың тағдырының тозақ екеніне бір көз жетіп жатыр. Қазір осы жерде отырмыз. Қайсымыздың тозаққа түскіміз келеді? Бар ма? Мен тозақымын деп айтатын адам бар ма? Жоқ. Неге? Ол жердің нашар жер екенін білеміз. Не үшін қорқпаймыз? Қараңыздар, бәріміздің машинамыз бар. Сарыағашта машинаны қалағанша айдаймыз. Неге? Камера жоқ. Бүкіл жерде айдаймыз. Шымкент қаласына кіргенде ше 40-пен айдаймыз. Қызылда тоқтаймыз. Жасылда жүреміз. Сары светофордың сары шықса от алдырып қоямыз. Бір жерге бұрылатын болсақ поворотын жағамыз. Неге? Ол жерде біз қате жүрсек, сол мезетте бізге штраф дейді ғой, жаза келуін білеміз. Жазаны досымызға бір штрафтың келгенін білгеніміз, көргеніміз үшін біз соған түспеуге әрекет қыламыз. Дүниеде. Ал қияметтен не үшін қорқпаймыз? Себебі біз ол адамдардың азапталғанын әлі көрген жоқпыз. Соның үшін біз қорқпайтын болып қалғанбыз. Кеше жұма уағызымызда былай дедік. Аллах тағаланың аршысын көтеріп жүретін періштелер болады, қадірлі жамағат, періште. Көтеріп жүретін. Бұл періштелердің үлкендігін былай түсіндіреміз. Иығы мен құлақ етінің арасындағы айырмашылық, ұзақтық 900 жылға тең екен. 700 жылға тең екен. 700 жыл. Бұл қандай айырмашылық? Ойла, 1,5 сағатта Шымкентке барамыз. 700 жыл деген қандай жер ол? Осы періште бар ма? Үлкен періште Аллах тағаладан қатты қорқады екен. Бәрі. Аллах тағала нені бұйырса, соны істейді екен. Біз ше, қолымыздан ештеңе келмейді. 4-5 адамды орамаймыз. Бірақ кісіленеміз. Неге кісіленеміз? Аллах тағаланың алдында бүйтіп басымызды июге кісіленеміз. Ие алмаймыз. Осы жылға дейін неше уағыз тыңдадық. Нешеуінен әсерлендік. Сол жерде әсерленеміз, шығамыз да қайтып сол білген нәрсеміз істеп кетеміз. Өткен сабақтарымызда істеген күнәларымызға тәубе ету туралы уағыз айттық. Али радиаллаху анхудың тәубе істеудің шарттары деп айттық. Не айтты тәубе істеудің? 3 нәрсе айтты, қатты көп нәрсе айтқан жоқ. Бірінші, істеген күнәдан не қылынады? Өкіну болады. Екінші, Аллах тағаладан кешірім сұрайды. Үшіншісі, сол күнәні істемеуге адам өз-өзіне сөз береді. Бұл жердегі сөз берудің үкімі не? Біз момынбыз ба, мұнафықпыз ба? Момын, иман еттік. Мұнафық емеспіз. Олай болса сөзімізді ұстаймыз. Ал егер қазір отырдым, Аллахым, бүгін істеген өтіріктерім үшін сенен кешірім сұраймын деп жыладық. Тәубе қылдық, аумин дедік. Ұйықтадық. Азанда тұрдық, біреу бірдеңе деді, өтірік сөйлеп қойдық. Тағы тәубе қылдық. Тағы өтірік сөйлеп қойдық. Сонда бізге бір дауыс келеді, қадірлі жамағат, бір дауыс. Сен істеп жатсың, тәубе етіп жатсың, өтірік шоқ қуатсың Аллах тағаланың алдында. Олай болса тәубе етпей-ақ қой, деді. Бұл біздің ішіміздегі дауыс періштенің дауысы емес. Шайтанның бізге сыбырлауы болып есептелінеді. Неге? Имам Науи не дейді? Уалау әлфа марра. 1000 рет тәубе жасаған болсаң, 1001 рет күнә істейтін болсаң да, тағы бір рет тәубе қылу керек. Неге? Аллах тағала бізге күнәсіз болуды, қатесіз болуды сұрап тұрған жоқ. Қателіксіз құл болмайды, қадірлі жамағат. Бірақ Аллах тағала не деді? Егер сендер күнә істеп, тәубе етпегендеріңде еді, сендерді жер жүзінен өшіріп, басқа бір халық құл алып келетін. Сонда не екен? Қателік біздің тағдырымызда бар нәрсе екен. Бірақ мәселе қателік істедім деп тоқтап қалу емес екен. Соны жалғастыру екен. Дәреттің маңызын айтайық. Осы күнә айттық. Күнә туралы айтып жатырмыз. Дәреттің маңызы не? Фатих деген біздің ұстазымыз болды. Хитабет деген сабақтан берді. Хитабет деген сөйлеу мәнері, әдебі. Отырыста емес, көшеде. Үлкенді көргенде ассаламу алейкум деу. Кішіні көргенде басын сипау, ананың қолын сүйіп қою, қызметін қылу. Осы сабақтардан берді. Сол кісінің бойдақтарға, жастарға бір насихаты. Ей жігіттер,
Köşeden kelgen vaqtlarında ilacı bolsa gusul kuyununglar dedi. Gusulların buzuluğu şart emas dedi. Ne üçün dep soradık? Bu gusul adamның istegen kişi günahlarını düşüret dedi. Bir hadis şerif oquyuk qadirli jamaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deret algan adamның günahlarının qalay düşüğünü aytıp ötdü. Қазір boydaqpız. Arada boydaqlarımız var. Үйленгендерimiz var. Көз зинасы істеп қойған болуымыз мүмкін. Құлақ зинасы істеп қойған болуымыз мүмкін. Тілімізбен біреуге жала жауған болуымыз мүмкін. Аяғымызбен жаман лас жерлерге барған болуымыз мүмкін. Осы лас амалдардан бірінші құтқаратын нәрсе тәубе болатын болса, екінші құтқаратын нәрсе бұл дәрет екен. Оқиық. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам: "İza tawadda'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minum." Егер мұсылман бір құл немесе мұмин бір құл дәрет алатын болса, فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ. Бетін жуған кезде бетіндегі бүкіл қателіктері, күнәлары түседі екен. Бетіндегі. نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Көзімен істеген бүкіл күнәлары сол бетін жуған судың соңғы тамшысымен түсіп кетеді екен. Сонда біз бір күнде 5 рет күнә істесек, көзімізбен 5 рет дәрет алсақ, иншалла біздің күнәларымыз тазарып отыр екен. Өзімен өзі. Bir дәретте. Екіншісі, فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ. Егер екі қолын жуатын болса, خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ الْقَطْرِ الْمَاءِ. Қолын жуса, қолымен ұстаған бүкіл күнәлары түседі екен. Қалай түседі? Судың соңғы тамшысымен немесе сумен түсіп кетеді. Қолымыз жудық. Өзімізге махрам болмаған бір әйелдің қолын ұстадық. Немесе харам бір амал істеп қойдық қолымызбен. Арақ ішіп қойдық, араққа тиіп қойдық. Бұның барлығы харам. Осы нәрсе дәрет алған уақытта түседі екен. Одан кейінгісі فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ. Егер екі аяғын жуатын болса, خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا. Барған жеріндегі бүкіл күнәлар түседі екен. Құдай сақтасын, мешітке барудың орнына шықты, зина істеу үшін бір үйге барды. Сол жерге барған күнәлар түседі екен. Зина үлкен күнә ма, қадірлі жамағат, үлкен күнә. Аллах тағала зинаны харам қылды, нені халал қылды бізге? Некені. Неке дегеніміз İslam dininde Ebu Hanife mezhebi boyunca hükmü sünnet. Bir akıl yese dürüst yermen, akıl yese dürüst ayır үйленетін болса, bunun hükmü sünnet болады. Егер bir adam jасы 25-ке келсе, қалтасы жақсы болатын болса, ол жігіттің үйленуі вәжіп болады. Және бір жастарымыз бар, қатты үйленгісі келіп жүр, нәпсісіне ие болуға қиналып жатыр, жағдайы да бар. Бұл жігіттің үйленуі парыз болып есептелінеді. Түсіндіңіз ме? Негізгі некенің үкімі сүннет болатын болса, асығыс жағдайларда бұл вәжіп және парыз болып кетеді екен. Вәжіп немесе парыз. Енді мынаны білейік. Қадірлі болашақ әкелер. Егер баламыз келсе жанымызға 20 жасында, әке менің қатты үйленгім келіп тұр. Не істейін? Зина істеп қоюым әбден мүмкін дейтін болса, егер жағдайымыз жетіп жатса, сол баланы үйлендіруіміз керек екен. Жағдайымыз келе тұрып баланы үйлендірмесек, баламыз күнә істеп қойса, сол күнәдай бізге де күнә жазылады екен. Неге? Ол бала келді бізбен ақылдасты, біз оның зина істеуін үйленгеннен артық көрдік. Егер жағдайы жоқ әке болса ше, баланың үйленгісі келіп жатқан болса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам жағдайы жоқ бойдақтарға не деді? Күндіз ораза ұстасын, түнде ғибадат қылсын. Құран-ы Кәримде аят кәриме бар. وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ. Бай адамдарға бір аят кәриме. Бойдақтарды үйлентіріңдер деді. Мысалы, пәленше бай. Өзі үйленген, балдар үйленген. Мойнындағы міндеті ақласты, иманды, кішіпейіл балдарды үйлендіру.
Неге? Ол бай болып тұрып жаңағы бала үйлене алмай зина істеп қойса, ол байға да кесірі тиеді. Бұл дін сондайдың, қадірлі жамағат. Соның үшін үйленгендер, мына мәселені айтып өтек, бүгінгі фиқ мәселесі, ливата деген мәселе бар. Ливата деген мәселе, өзіңнің халал жарың болған әйеліңмен бірге болудың әдебі. Қалай? Арқа жақтан бірге болу дінімізде үкімі харам болып есептелінеді. Кімді-кім әйелімен арқа жақтан бірге болатын болса, Аллах тағала оған лағнет айтты. Лағнет айтты жігіттер. Лағнет деген не? Бізде кімге лағнеті деп айтылады? Шайтанға. Алланың оған лағнеті болсын дейміз. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим дейміз. Аллахым, мына шайтанның уасуасасынан, шайтанның амалынан саған сыйынамыз дейміз. Бұл шайтан лағнеті. Не үшін лағнеті? Аллах тағала сәжде етпеді, ол етпеді. Бір амалына қарсы келген үшін лағнеті болды. Біз кімбіз? Ораза ұстадық па? Ұстамадық. Әке-шешеміздің айтқанын істеп жүрміз ба? Көбіміз істеп атқан жоқпыз. Үйлендік. Әйелімізді разы қылып жүрміз ба? Нәпақасын тауып беріп жүрміз ба? Осы мәселелердің барлығы, қадірлі жамағат, мұсылмандың бір мәселесі. Мұсылман адамның ұғымында зина деген сөз болмайды. Ұрлық деген сөз болмайды. Жаңағы мәселе. Біз істеп атқан амалдарымыздың ауыр күнә екенін білуіміз керек. Сосын сезіне білуіміз керек. Дінімізде қызбен сөйлесу харам. Қызбен жүру харам. Бұл нәрсені мен айтып тұрған жоқпын. Егер мәселе менің нәпсім болатын болса еді, бәлкім менің нәпсімде қызбен жүруді жақсы көретін еді. Бірақ алхамдулилла, Аллах тағала бізге аз да болса иман берді. Иман дегеніміз не, қадірлі жамағат? Біздің шайтанның алдындағы бірінші қорғанымыз, қалқанымыз. Бұл иманды ұстап қалатын нәрсе не? Біріншісі, Аллахты көптен көп зікір ету. Ойымызға бір зина келіп қалды. Бір харам амал істеу келіп қалды. Аллаху акбар, субханаллах, астағфируллах. Бұны көп айтайық. Бізге жаңағы амал келмей қалады. Жалғыз қалғанда күнә амал істеп қойып жатқан болсақ, әләжі бар болса, адамдар бар жерге отырайық. Бөлмеде күнә істеп қоямыз, анамыздың алдына барып отырып алайық. Группаласымыздың алдына барып отырып алайық. Неге? Көпшілік адамдар Алладан қорқпаса да адамдардан қорқады. Соның үшін, қадірлі жамағат, намазды бастаудан бұрын дәрет дегеннің бір ғибадат екенін, дәреттің үлкенді кішілі күнәларды тазартатынын біліп жүрейік. Және де зина деген нәрседен аулақ болуға тырысайық. Аллах тағала баршамызға хайырлы жар нәсіп етсін. Жігіттер, негізгі бүгінгі мәселеміз Лут алейхиссаламның қауымының оқиғасы еді. Оны түсіндіруден бұрын зинаның не екенін, қаншалықты күнә екенін түсіндіргеннен кейін сол мәселеге өтуді ойладым. Бұлай айтқанда, турысынан тек сол мәселеге өтсем, Лут алейхиссаламның қауымына дұрыс емес екендігіне, харам екеніне өтсем, кейбір адамдарда, діннен ұзақ жақындарда сұрақ болады. Зина деп жатыр азаннан бері. Бұл не? Сұрақ болады ғой. Не бұл? Соның үшін осындай бір кіріспе болды, жігіттер. Нәпсімізге ұнамайтын бір амал айтылып жатса бір уағызда, біліңдер жігіттер, сол нәрсені істеу керек. Сол нәрсені істеу. Қалай? Біреу айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар, күллі мускирин хамрун ва күллі мускирин харамун. Бүкіл арақтың түрлері, жаңағы мас қылатын бүкіл түрлер арақ болып есептелінеді. Бүкіл арақтар харам болып есептелінеді дейді. Зина да сол сияқты. Арақтың бір тамшысын ішсең, жақын. Бір бутылка ішкеннің күнәсі жазылады. Бір бутылка ішсең, бір тамшы ішкеннің күнәсі жазылады. Бірдей нәрсе. Арада разница жоқ. Зина да сондай. Мен 5 минут бірге болдым. 3 сағат бірге болғанмен бірдей күнә жазылады. Бұл ауыр күнә. Ауыр күнәға біз тәубе қылмасақ, жәннатқа түсуіміз екі талай. Түсуіміз. Ешкім мені көрмей жатыр деген сөз мұсылманның сөзі емес. Жігіттер, ұйқыларың неге келіп жатыр білесіңдер ме? Печке қосып қойып тұр.
мощный болып жатыр да. Мен ұйықтап қалайын деп. Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сабағымыздың басында бір бауырымыз сұрақ сұрады. Мынау сигарет, шылым шегудің үкімі, қадірлі жамағат. Кейбір жерлерде макрух дегенді естеміз, кейбір жерлерде харам дегенді естеміз. Нақты үкімі не? Осыны біліп өтуіміз керек. Сигарет деген нәрсе баста шыққан уақытында ислам ғұламалары былай деді. Бұл сигареттің иісі ыңғайсыз екен. Мынау мешітке жамағаттарына баратын кезде сарымсақ пен пияз желінбейді. Түсінді ма? Неге иісі адамдарды ыңғайсыз уақытқа түсіріп қойды былай. Саған ұнамайды. Осы иісіне байланысты мәкрух танзихан деп айтылған уағында. Уақыты түгілі зиян екенін біліп, мәкрух тахриман деп айтылған. Тахриман танзихан. Танзихан халалға жақын, бірақ істемесі абзал. Тахриман харамға жақын, істемесі артық, істемеу де керек ол мәкрухты деп айтылған. Одан кейін 21 ғасыр, бүгін 2022 жылда бүкіл медицина мамандары сигареттің бірде-бір пайдасы жоқ екенін айтты. Өкпені өлтіретінін айтты. Денсаулыққа зиян екенін айтты. Және де біз бұдан нені шығарамыз? Біз пайдасыз бір нәрсе алсақ, немесе уақытымызды басқа пайдасыз нәрсеге жұмсасақ, біз не істеген боламыз? Ысырап істеген боламыз. Ысыраптың үкіміне харам. Уәлә тусрифу, ысырап етпеңдер. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Себебі Аллах тағала ысырап еткендерді жақсы көрмейді дейді аяты карима. Сигарет шеккенде бізге пайда не? Пайда не? Ешқандай пайдасы жоқ. Зияны бар ма? Бар. Осы мәселе бойынша шараптың харам болғанын айтайық. Хижреттің 4-ші жылы. Ешқандай нәрсе, қазір мысалы шылым шеккен ағалар, інілер бар, әпкелер бар кейбір жерде, Алла сақтасын. Бұны бірдеңе тастап кету қиын шығар. Бұның Құранда дәлелі бар. Бұның ислам тарихында дәлелі бар. Хижреттің 4-ші жылы. Шарап ішетін кейбір мұсылмандар бар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан үмметі сұрады. Ей Алланың елшісі, құмар менен шарап, құмар ойнаудың және шараптың үкімі не деді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам үнсіз қалды. Сонда Омар радиаллаху анху дуа қылды. Ей Раббым, бізге осы мәселеде ашық бір дәлел жіберді. Сонда Бақара сүресінің 219 аятының мына мағынасы түсті. Арақ пен арақтың және де құмардың пайдасы бар. Бірақ зияны көбірек. Осы үшін бұдан ұзақ тұрыңдар деген аят түсті. Мағынасы. Осыны естіген сахабалардың көпшілігі құмар ойнауды доғарды. Арақ ішуді тоқтатты. Бірақ тағы бар. 3-4 сахаба бар. Ниса сүресінің 43-ші аяты түсті. Сендерден кімде-кім арақ ішкен болса, мас күйінде намазға жоламасын. Кімде-кімнің ғұсылы жоқ болатын болса, ғұсыл алғанша жолаушы болмаса, намазға жоламасын деген аяты карима түсті. Осы аяттан кейін бір сахаба, ей Алланың елшісі, біз арақ ішіп намазға келмейміз деді. Осы уақытта да Омар радиаллаху анху дуа қылды. Аллахым, бізге құмардың, арақтың не екенін нақты білдіретін бір дәлел жіберді. Сонда Аллах тағала Маида сүресінің 90-91 аятын мына оқиғадан кейін жіберді. Қандай оқиға болды? Таң намазында бір сахаба Құранның мағынасын шатастырып алды. Көп қателесті. Бұл арақтың, шараптың кесірі. Сонда Маида сүресінде не деді? Я айюхаллазина аману, ей иман еткендер, иннамал хамру вал мейсару вал ансабу вал азламу ритсун мин амали шейтан. Пұтқа табыну көріп келдік, құмар ойнау, және де шарап. Сендерге фаштанибуху, сендерге харам қылынды. Неге харам қылынды?
Бұл ричсун. Харам нәрсе мин амри шайтан. Шайтанның амалдарынан болған. Және пайғамбарымыз Аллах Тағала осы аяттың жалғасында не деп бұйырды? Фәжетәнибуху. Бұл нәрседен, жоғарыда айтылған нәрселерден ұзақ тұрыңдар деді. Ұзақ тұрыңдар. Біз қара, бір нәрсенің пайдасы бар бола тұра, зияны көбірек болса не қылады екенбіз? Тастайды екенбіз. Харам. Енді сигаретке келеміз. Шылым. Пайдасы бар ма? Жоқ. Өкпені ешқашан ашпайды. Зияны бар ма? Жеткілікті. Олай болса оның үкімі харам. Бұл Мәиде сүресінің жолға шығып істеген қиясымыз. Екіншісі, Аллах Тағала пайдасыз істелген бүкіл нәрсені бізге харам деді ма? Ысырап деді ма? Ысырапты сүймейтіндігін бізге баян етті ма? Етті. Олай болса, осы аяттан жолға шықса сигарет бізге харам болады. Соның үшін қадірлі жамағат, сигаретті мәкрух деудің себебін айтып өттік. Иісінің ыңғайсыздығы, бірақ медицинаға сүйене отырып, қазіргі уақытта сигарет 100% харам. Соның үшін істеп шегіп жүрген болсақ, біз шеккеніміз сайын күнә жазылады бізге. Бірденне тастап кете алмауымыз мүмкін. Не үшін? Біз аятты көрдік. Тәдриджи дейді. Қадама-қадама сахабаларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметіне Аллах Тағала үйретіп отыр. Бірденне харам десе не болады? Көп мұсылмандар қиналып қалады. Соның үшін біз қазір харам екенін естік па? Bir күнде bir пачка шегетін болсақ, 3-4 шегейік. Bir қараймыз аптада біреу кетсе. Bir қараймыз бір айдан кейін біздің жаман амалымыз болмайды. Жаман амал дегеніміз не екен? Шайтанның амалдарынан біреу екен бұл нәрселер жігіттер. Сол үшін Аллах Тағала бірінші өзімізге және де туған туысқандарымызға хидаят берсін. Осындай керемет сұрақтар болатын болса, сұраңыздар, жауап беруге тырысайық. Егер білмейтін болсақ, келесі сабақтарымызда толығымен үйреніп, талқылап, соның жауабын айтуға тырысайық иншаллах. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Одан кейін жігіттер мына мәселе бар. Біз арақ, шарап туралы айттық қой. Бұны тастаудың жолы не? Хадис шариф бар. Ар-ражулу аля дини халили. Бұл адамдардың діні досының діні деп айтты. Мысалы, осы жерде отырғанның барлығы діндар болса, бірақ араласып жүрген адамдары діннен ұзақ болатын болса, екі ғана вариант болады. Не? Намаз оқыған сияқты ана достарының барлығы намаз оқиды, немесе намаз оқыған адам дінді тастайды да бозғыншы жолға өтіп кетеді. Соның үшін біздің достарымыз дұрыс болса, аля дини халилихи, досымыздың дінінен боламыз. Егер менің араласатын адамдарым Құдайдан қорқатын, әке-шешесіне қызмет қылатын адамдар болатын болса, иншалла менің болашағым осы. Бірақ менің достарым Құдайдан қорқпайтын, шылым шегетін, әйелге баратын болса, Құдай сақтасын, менің соным қиямет күнінде тозақы болып қалуы әбден мүмкін екен. Жаман амалдарды, арақ, шарапты, сигарет деген мәселеден ұзақ тұрғымыз келетін болса, бірінші не ортамызды дұрыстаймыз, не ортамызды ауыстырады екенбіз. Аллах Тағала бәрімізге хидаят берсін. Алхамдулиллахи раббил аламин. Сондай жігіттер, соның үшін мән берейік.